Оның жырлары әнге арналмаған болатын, бірақ еліміздегі бүкіл ұлт пен ұлыстар оның қаламынан шыққан менің Қазақстанымды оң қолдарын жүрегіне басып тік тұрып шырқайды. Бұл Жұмекен 85 эстафетасын қолдап арнамызға жыр сәлемін жолдаған ақын журналист Ұлықбек Есдәулеттің Жұмекен Нәжмеденовке айтқан пікірі. Қаламгерлердің өлмес өлеңдері қазақ тарихы мен мәдениетінде, қазақ әдебиеті мен өнерінде ғана емес, күнделікті тіршілігімізде көрініс табуы тиіс. Атырау телевидениесі бастаған Жұмекен 85 жыр эстафетасын мен мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова қандасымнан қабылдап алдым. Қазақ өлегінің көшелі көшіндегі көрнекті ақын, журналист әрі аудармашы, гуманитарлық ғылымдар академиясының құрметті академигі Ұлықбек Есдәулеттің шалқар шабытпен жазылған жырлары мақтау марапаттан кендемес. Дарынды шайырдың шығармашылығында оқырман жанын тебірентер, көкірегіне сәулесі түсірер жырлары жетерлік. Саңғырлы әлеуметтік қоғамдық тіршіліктің құбылыстары ақын өлеңдерінде өзгеше өрнектеліп, өнеге аларлық сарында жазылған. Шығармашылығы шарықтап, қазақы жырдың сарынын жаңғыртып, жан дүниесімен түсінген Ұлықбек ақын жыр жампозы Жұмекеннің өлмес өлеңдерін ұлы қазақ тілінің салтанаты деп қабылдаған. Осы ретте қаламгер Жұмекен шайырдың Алматы өлеңін тебірен оқып, жыр сәлемдемесін іліп әкетті. Жатыр жақпар, қарағайды аралайды желескен, жапырақтар, сыбыр-сыбыр кеңескен, тау сулары таусылмады, ынтықтырып ағады, қыз толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады. Айдалада ақ маңдайлы ала тау бұрқас батыр, айналада талғайыңдар саптатыр. Қызыл гүлдер, үзілдімдер, баяула жел баяула, қызыл гүлдер, ұйықтама ояу ма, бар табиғат бір тіршілік баяғы, тартадырлап тамырдан нәр, шіркін шыбық таяғы, тастың өзі нұр шашады. Бүгін дағы кешеде біздің мынау Алматыда, күн жайлаған көшеде, тас балқытқан талма түсте, балқимыз біз күн құсап. Қызуын алма пісті, айқасқанда мың құшақ, трамваймен жүре алмаймын, жаяулаймын көп қызықты қапылыста, алмайыншы өткізіп. Жұлдыз көрмей күндіз көрдім, күндіз көрем әрине, түнде көрсем үндемесем, түсім қойды бәрі де. Жүз толқындар бірін-бірі тұншықтырып ағады, қыз толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады. Міне біздің Алматы өсіп бұлтиып, Алматы өске жас бұтаның саусақтары тұр тиіп. Жүрші жаным, қыдырайық, не қыласың жалғызғап, Алатаудың ақ қарынан әперейін балмұздақ. Дүйім жұртқа кеңінен таралған жыр эстафетасы Жұмекен шығармашылығының бектігі мен өміршеңдігінің боямасыз бейнесі. Осы орайда шайырдың 85 жылдығына орай Атырау телеарнасынан бастау алған өлең көшіне мектеп оқушыларынан бастап, исі қазаққа таныс мәдениет және өнер майталмандары, қоғам қайраткерлері челленджге қатысып, өз үлестерін қосуда. Өз кезеңінде Жұмекеннің туындысын нақышына келтіре жырлаған ақын, жазушы Ұлықбек Есдәулет жыр эстафетасын Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі Айда Балаеваға жолдады. Мен Жұмекен 85 жыр челлендж эстафетасын өзімнің үзеңгілес ақындарым Есенғали Раушанов пен Серік Ақсұңқарұлына және ақпарат және қоғамдық даму министрі Айда Ғалымқызы Балаеваға жолдаймын. Жұмекен Нәжмеденов не жазса да түбінен үңіліп кеңіне мән берген жазушы, көркемдік көрігінің шыңдалу шарығында қайралып, шеберлік шыңына көтерілген ақын шығармашылығы қазақ поэзиясының үздік үлгісіне айналған ақиқат. Нұрислам Құмар, Атырау телеарнасы.